Армысыздар. Адамның жан сырын зерттейтін өнегелі ғажайып ғылым психология. Ал адамның ішкі жан дүниесінің есігін қағып, кіріп үңіліп сезіне білетін, оны ішкі сезіммен санаса білетін ол әрине психолог. Бүгін осы орайда психологтың ғажайып әлем екендігі туралы өз ойымды білдіргім келеді. Психологтың кейіпкері адам, ал адамның таңдауы өте көп. Ол жақсылық пен жамандықпен күреседі, таңдау жасай алады. Жұмыс барысында жеке тұлғаның психологиялық ерекшелігін ескере отырып, оны түсіну, қабылдау, сүю, кешіру тұрғысында көруіміз керек. Психолог жеке бастың үлгісі, сырласы, адам жанының емшісі, адамның өмірге деген құштарлығын арттырады. Психолог ең алдымен өзінің кім екенін, өз ісінің мақсатын, міндеттері мен іске асыру жолдарын, жұмысының маңызы мен жауапкершілігін анық білуі тиіс. Өйткені ол қоршаған ортаға өзін өзі ұстауы, жүріс-тұрысы, киінуі, сөйлеуі жағынан да ықпал етеді. Жеке тұлғаның психологиялық ерекшелігінің толық білмейінше оларды тәрбиелеуге болмайды. Психологтың ішкі болмысы айналаға жарық таратушы, рухы таза, жүрегі жылы әрі үлкен дархан адам болуы тиіс. Әрбір адам қанша жерден жан дүниесін қиналып тұрса да, сенің сұрағанына ағынан жарылып жауап бермейді.